Қазақстанда Алланың кереметі пайда болды. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Томирис фильмінен кейін танымал болған актриса Альмира Тұрсын әлеуметтік желіде екінші рет ата-ана атануға дайындалуға хабарлап жүргенін үшін көрсеткен суреттерін жариялады. Альмира Тұрсын желіде парақшасында қуанышты жаңалығын бөлісті. 12 жылдан кейін қайтадан ана атануға дайындалып жүрмін. Бұл мен үшін шексіз қуаныш пен бақыт. Осы керемет сый үшін жаратқаныма шексіз мадақ пен алғыс. Көпшіліктің қызығушылығын сезіп бірден айтайын. Көптен бері тұрмыстамын. Үлкен отбасымыз бар. Күйеуімнің, менің және де біздің балаларымызбен бірге тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Ал қалғанын егжей-тегжейлі айтпай қояйын. Себебі жеке өмірімді қадірлеймін және де бақыт тыныштықты сүйеді дегенге сенемін, деп жазды актриса. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.